Ассалаумағалейкум достар, қалайсыздар? Есімім Рамазан, инстаграмда алтын бала. Бұл видео сіздерге өте пайдалы болады, егер сіздер тез арада, жақын арада көп ақша тапқыңыз келсе. Ол яғни запуск, инфобизнес, эксперттер мен продюсерлерге арналған шығардым болады. Сол үшін соңына дейін қараңыздар. Ал қазір мен сіздерге бір қағаз көрсем, сол қағазға қатысты жалғастыратын боламын. Бұл менің қолымда тұрған қағаз, келісім шарт. Яғни сіздерге ұсынысым осы келісім шарт арқылы орындалатын болады. Мен сіздерге, егер сіз эксперт болсаңыз, егер сіз продюсер болсаңыз, под ключ услуга бергім келіп тұр. Бұл жердегі бір преимуществосы, біз 2 ай ішінде сізбен жұмыс жасаймыз да, сол 2 айдың ішінде сіз нәтиже көрсетпесеңіз, мен сізге ақшаңызды қайтарып беремін. Егер қызық болса, қош келдіңіз, видеоның соңына дейін қараңыз, менімен бірге болыңыз, кеттік жалғастырамыз. Қазір адамдарға цифрамен, факттермен айтпасаң, адам сенбейді, мойындамайды. Сол үшін давайте сіздерге өзімнің кейстарын айтайын. Продюсер ретінде эксперттерге көмектесіп жатырмын. Трейдинг, криптовалюта, Wildberries, Каспи деген секілді салаларда мен үлкен жетістіктерге жеттім, үлкен запустар жасадым. Мысалға, Ердәулет Мұхамади деген енді өзімнің танысым, досыммен бірге запус жасап, біз 60 миллион теңгелік крипто саласында запус жасадық. Wildberries саласында біз Ильяс деген жігітпен тоже 50 миллион теңгелік запус жасадық. Ойлаңызшы, ай сайын сізге 20 миллион, 30 миллион ақша түсіп отыр. Кайф емес па? Дулат деген жігітпен айына біз 10 миллион теңге жасап отырдық. Қазіргі таңда біз ол кісімен договорымыз аяқталып, екі жақты жұмысымыз аяқталған болатын. Одан бөлек менде өзімнің оқушыларым бар, олар да үлкен жетістікке жетіп отыр. Қазіргі таңда мысалға Иманғали деген жігітті алсам, ол трейдинг саласында енді айына 30, 40, 50 миллионға шейін запустар жасап жатыр. Өзіне Mercedes алды, өзінің эксперті Ли көлігін алды, Lexus көлігін алды. Енді квартирадан бұл жерде жетістіктер жетеді. Енді мен өзімдіктің оқушымдікін айтып отырмын да ше. Одан бөлек менде Дилназ деген субарендада оқып жатқан оқушым бар. Ол қазіргі таңда ай сайын 5-10 оқушыдан оқытып, өзінің 300 мың, 500 мың теңгелік обучениесін сатып отыр. Енді бұның барлығы менің тәжірибемнің, 3 жылдық тәжірибемнің арқасында болып отыр. Сол үшін мен қазір уверенмін, қолымдағы қағазбен сіздерге ұсыныс айта аламын деген ойдамын. Көптеген эксперттер неге жетістікке жетпей жатады? Осы запуск саласында запуск жасайды, бірақ атпай қалады. Енді байқағаным, көп адамда выгорание, көп адамда прогрев, сторис салатта, сторисқа тәуелді болып отырады. Сторис салмаса ақша түспейді деген секілді. Одан бөлек командасы бір жүйеге келмеген, бір орында тұрып қалған қаншама эксперттер бар, бір өніммен жүріп қалған қаншама эксперттер бар. Соның кесірінен өз-өзін жеп, өз-өзін қарызға тығып жүрген эксперттер бар. Енді осының барлығы бір определенный бір проблемалар. Ең бастысы ол воронка. Адам бір жүйе болмаса, бір сатудың системасы болмаса, ол ұзақ мерзімде жұмыс жасай алмайды. Оның запускысы, провальный болады. Ал мен сіздерге нақты бір жүйе, нақты воронка беремін. Сол воронка арқылы осы 2 айдың ішінде жұмыс жасап, үлкен жетістіктерге жете аласыз. Давайте мен сол туралы айтайын қазір. 20 миллион теңге ай сайын алып келіп тұратын воронканы қалай жасаймыз? Проблемалар айтқан кезде мен бағана прогревке, сториске тәуелділік туралы айттым да. Көп адамның енді проблемасы, эксперттердің проблемасы. Енді ойлаңызшы, сіз кәсіпкерсіз. Сіз уақытыңызды босатқыңыз келеді. Сол үшін кәсіппен айналысып жүрсіз. И сізге тұрады да, сторис сал, сол арқылы продажа жасайсыз дейді. Бұл онша емес қой. Ал мен предлагать етіп отқан воронкада сіз 10 миллион болсын, 20 миллион болсын, 50 миллион болсын, шектеу жоқ. Сторис сіз-ақ жасай бере аласыз. Ол трафикті дұрыс басқару, ол адамдарды дұрыс воронкаға жіберу, сол арқылы оларды қыздырып, өзіміздің өнімімізді ұсыну. Бұл өте қарапайым нәрсе. Осы арқылы біз бүкіл эксперттерімізге мықты жүйе құрып беріп, әлі күнге жұмыс жасап жатыр. Мысалға, мен Ердәулет деген өзімнің экспертімен запуск жасаған кезде бізде договоренность 1 ай болды. 1 айдың ішінде запуск жасаймыз дедік. Бірақ 1 айдың ішінде емес, біз 2 ай жұмыс жасадық. Бүкіл системаны орнатып беру үшін мен 2 ай бойы толық қондырдым. Ол вебинар, автовебинар, трафик алып келу деген сияқты. Соның нәтижесінде 2 айда біз 60 миллион таптық деп айттым ғой. Келесі айларда 50 миллион, 60 миллион, 70 миллион теңгелік запустар болды да. Уже менсіз. Менің мүлдем не болмады. Мен ол жерде өзімнің услугамды алдым, өзімнің процентімді алдым, сөйтіп ол проекттен мен шығып кеткен болатынмын. А дальше осы құрып берген система, ол әлі күнге дейін жұмыс жасап жатыр. Даже қазірдің өзінде сіз маған жазсаңыз, мен сізге оның таргетін жіберіп, қазір қандай воронка арқылы өтіп, қай жаққа барып, қалай сатып алып жатқанын көрсете аламын да. И осының барлығын, Құдай қаласа, мына жерде тұрған
келісім шарт арқылы сізбен жұмыс жасаса отырып бірге запись жасайтын боламыз. Бұның барлығы под ключ, сопровождение түрінде болатын болады. Егер сіз эксперт болсаңыз, немесе продюсер болсаңыз, бұл ұсыныс прям идеальный. Себебі біз сізбен 2 ай жұмыс жасаймыз. Ойлаңызшы, сіз бұл жерде бір обучение, бір курс оқымайсыз. Себебі адамдарға қазір просто білім беру бұл неэффективно екенін түсіндік та. Просто тупо білім беру. Мен не істеп отырмын? Мен реально практика беріп отырмын. Соның арқасында сіз менімен бірге отырып, бірге жасайсыз жұмыстарды. Мысалға бір қандай да бір команда керек болса, мен сол команданы әкеп сізге беремін. Егер сізге қандай да бір инструменттер қажет болса, мысалға бір презентация жасау керек, мысалға чат-бот настраивать ету керек. Оның барлығын менімен бірге сіз жасайсыз, мен сізді толықтай сопровождать етемін. Енді мынандай нәрсе бар да, мен бұл нәрсеге өзіме услуга аламын. Мен ешқандай процент алмаймын. Услуганың бағасын қазір видеоның соңында айтатын боламын. Бірақ сіз успешный запись жасау үшін, мен ойлаймын, успешный записьті өзінің саласында бір жетістікке жеткен адам жасайды. Ол ақшам жоқ, мен запись жасаймын деген адам, бұл воздухандардың әңгімесі деп өзім жеке санаймын. Сол үшін сізде бұл нәрсеге бастапқы капитал болу керек. Минимум 500 мың теңге сізде капитал болу керек. Ол съемкаға, осындай бір чат-боттардың оплатасына, тарифтарын төлеуге деген секілді бастапқыда осы кемі 500 мың теңге затраты болса жеткілікті. Енді өзіңіздің қалаған мақсатыңызға байланысты, мысалға 10 миллион, 20 миллион, 50 миллион уже трафикке ақша құйсаңыз болады, жақсы съемкаға ақша құйсаңыз болады. Мысалға мен дәл қазір түсіріп отырмын да, камераға түсіріп отырмын. Бұған мен үлкен қаражат бөліп отырмын. Себебі не үшін? Бұл нәрсе мен жұмысымды ертең ақтайды. Маған бұл нәрсе ақша алып келеді. Тура сол секілді болашақта ақша таптым десеңіз, сондай расходтар болады. Енді мен от үйді 2 ай бойы мен түсіндірдім, 2 ай бойы сізге көмектесемін. Соның нәтижесінде біз сізбен бірге жетістікке жетеміз, результат көрсетеміз. Егер результат көрсетпесеңіз, мына қолымда тұрған договор арқылы мен сізге ақшаңызды қайтарып беремін. Енді мен бұлай уверенно айтып жатқаным себебі, мен үлкен отбор жасаймын. Кез келген адамды ала салмаймын, маған ол керек емес. Енді видеоның соңында бағасын айтам дедім ғой. Мына келісім шарт бойынша қайтадан мен сіздерден 750 мың теңге аламын. 750 мың теңгеге 2 ай жұмысымыз толыққаны кіреді. Мен сіздерге айттым, бастан аяқ нәтижеге дейін сіздермен жұмыс жасайын дедім. Енді толық бұл туралы сіз менің жекеме жазып біле аласыз, немесе мына жерде номерлер тұрады, сол арқылы біле аласыз. Біз сізбен кездесеміз, шай ішеміз. Бұл жерде маңызды нәрсе. Мен барлығын ала бермеймін. Маған воздухан эксперттер керек емес. Бағанада ескерттім, сізде жақсы успешный запись болу үшін начальный капитал болу керек, кемі 500 мың теңге деп айттым. Значит, сіз 1 миллион 250 мың теңге общий кемінде құртып отырсыз. Маған 750 мың, мына жерде 500 мың теңге кемінде расход. Енді бұл нәрсені қалай ақтап алам деген вопрос болуы мүмкін ғой. Мен айта алатыным, бұны бір запыстың өзінен ақтап алуға болады. Егер мен айтқан нәрселерді нақты дұрыс жасайтын болсаңыз. Болды. Сол үшін давайте келіңіздер. Еще менде мықты бір бонус бар сіздерге. Маған жекеме жазыңыздар, воронка деп жазыңыздар. Мен кезінде осы үшін миллион теңге төлеп сатып алған воронкам бар. Сол воронканы сіздерге беремін. Оны менсіз ақ жасап істей аласыздар. Сол үшін сілтеме төменде жазыңыздар. Видео ұнады деп ойлаймын. Көріскенше, ал мен өзім жұмыстармен кеттім.